Қыздарым отырғылам о деп тұрып, мен қайненем бриллиант еледі, мен аны көп жерде айтып жүрем. 6 қызға отырғызып алып айтқаны, бір еле жол айтқан. Мен жалғыз болшымын, жалғыз келеді. Қыздарым, жеңеңер бүйрегі ғана. Ушының сөзі біздер үйде закун деді. Закон не беді? Байбішелі қартаңайыр. Закун деді. Ушының айтқан атқарас. Мен бір жылдан келе завуч болдым учебде, анан директор болып қалдым мектепке. Бұл өкіметтің ішіні қылады. Сілер ушының ішіні бөліштіріп алғыла. Бұл үйде іш қылбайды. Бұл өкіметтің ішіні қылады деді. Біз ушы келінге қызмат қылабыз деді. Қайсы қайнен ошын деді. Қыздар ушу күнге чейин жеңөө деп тұршатты. Ошон үчүн тиги апа жолға салып қойса болады. Кейбір апаларым не қылады? Қыздары келсе төрге отырғызады. Ай, бол, былжырабай тезірек. Қара ежелерің келді. Аны құл деп есептейді тағын, аябай жүгітті іш қылдырады. Қыздар отырады да төрде желіп біліп. Апау, ашты мен елі демдеп қойынша. Чайды мен ап келе қалайын. Кел, отыр сен дағы отыр. Инесі менен жақшы жашап атады. Ұрпағыланып атады. Балы құйылған, неврелері төреп атады. Мен күліп қалам. Bir бочка асал менен төрейт ана келіндер. 3 литрлік банка демес деймін да. Кімілі шимір отыратқан неврелерін апалар. Ауша келінді деле жақшы көріп қой өрмей бе? Ал құл емес, құл базардан келген.